Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Ақерке. Бүгін біз сіздермен ауызашардың 3-ші күніне тұшпара дайындайтын боламыз. Осы кезекте айта кететін жайт, сіздерге көптен көп рахмет. Менің алдыңғы видеоларымды қолдап, маған тіркеліп жатқандарыңызға, сенім білдіргендеріңізге көп рахмет. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Ал енді тұшпарамызға кетейік. Ең алдымен қызып тұрған сұйық майымызға сәбізіміз бен пиязымызды салып, осылай қуырып аламыз. Сәбізіміздің жақсылап суығы шығып, қызарғанға дейін осылай алтын түске енгенше қуырамыз да, одан кейін томатымызды саламыз. Жақсылап тағы араластырып бетін жауып қоямыз. 5 минуттай қуырылғаннан кейін картошкамызды кубиктап турап, картошкамызды салатын боламыз. Картошканы тағы да 5-7 минуттай қуырамыз жақсылап. Жақсылап қуырылғаннан кейін бетіне суымызды құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Суды көп мөлшерде құямыз. Суымызды қойып біттік, барлығын енді қайнайды. Оған дейін енді тестамызды елейміз. Тестамызды елеп тындырып қойдым. Енді ет тартқыштан фаршымызды дайындап аламыз. Мясорубкамен өткізіп, одан кейін пиязымызды да мен қосып өткіздім. Тұз бұрышын салып, араластырып қойдым. Енді тынған тестамызды елейміз. Жаямыз. Осылай қолдың көмегімен жайып, одан кейін оқтаумен жаятын. Менің видеоларым ұнаса, комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Кішкене маған да мотивация болсын сіздерден. Қолдау күтемін сіздерден, рахмет көп. Осылай тестамызды бір керкі алып жайып аламыз. Одан кейін формада кесіп шығамыз барлығын. Осылай кесіп, басындағы ұшын кесіп тастаймыз. Бәрін біргелкі кесіп, солай жаңағы фаршымызбен түйеміз. Мен 4 бұрыштап түйемін. Сіздер дөңгелек қылып кесіп түйсеңіздер де болады. Мінекей барлығын түйіп болдым. Қайнап жатқан суымызға тұзымызды, приправамызды барлығын салып, дәмдеуіштеріміздің бәрін салып, жаңағы жасаған пельменімізді саламыз. Пельменді бір 15 минут қайнатсақ, пісіп шығады. Мінекей күшті болып қайнап жатыр. Пельмендеріміз ешқайсысы ажырамай бір-бірінен. Мен мына жерде көк укроп, дәмдеуіштер қостым. Укроп, сельдерей, петрушка. Менде замороженный болған. Сол себепті солай замороженный күйінде сала салдым. Одан кейін дайын болғаннан кейін бетіне тағы да сельдерей салдым. Өте дәмді болып шықты. Ас болсын, қасына салатқа корейский.